Чарльз Эдмунд Каллен өлім періштесі атанған Нью-Джерси тарихындағы ең көп сериялық өлтіруші. Каллен Нью-Джерси штатының Вест-Оранж қаласында дүниеге келген. Жұмысшы отбасынан шыққан 8 баланың ең кенжесі еді. Автобус жүргізушісі болып жұмыс істеген туылғанда 56 жаста болған әкесі 1960 жылы 17 қыркүйекте 7 айлық шағында қайтыс болады. Анасы үй шаруасындағы әйел болған. Ол небәрі 9 жасында химия қондырғысынан химиялық заттарды ішіп, өз-өзіне қол жұмсамақ болған. Бұл оның өз өміріне жасалған 20 әрекетінің біріншісі болды. 1977 жылы 6 желтоқсанда оның анасы көлік апатынан қайтыс болады. 1978 жылдың сәуір айында ол әскери теңіз күштеріне шақырылып, әскери борышын өтейді. Ол 3-ші дәрежелі кіші офицер лауазымына ие болады. Сондай-ақ ол кеме дәрігеріне вакцинация жасауда көмектескенін ататын. 1984 жылы 30 наурызда ол ауырып емделеді және Нью-Джерси штатындағы Гленж-Ридж қаласындағы Таунсайдтағы медбикелер мектебіне оқуға түседі. 1987 жылы Адриен есімді қызға үйленіп, 2 қызды болады. 1988 жылы Каллен Сент-Барнабас медициналық орталығының күйікке ота жасау бөлімінде алғашқы жұмысына орналасады. 1993 жылдың қаңтарында оның әйелі ажырасуға арызданған, өйткені оған тұрмыстық зорлық-зомбылық жасалған еді. Ол медбикелік жұмысын тастағысы келсе де, ол алиментке ақшасын төлеуге мәжбүр болады. Елде медбикелердің жетіспеушілігіне байланысты жұмыс табуда қиындықтарға тап болған жоқ. Тағы бір себебі, ол кезде психикалық проблемалар бар медбикелерді қадағалайтын тіркеу формасы болмады. Кейін ол Уоррен ауруханасындағы жұмысын тастап, Флемингтондағы Хантердің медициналық орталығының реанимация кардиологиялық бөлімінде жұмыс істей бастайды. Онда ол соңғы 9 ай жұмысында кемінде 5 адамды өлтіреді. Содан кейін ол Морристаун ауруханасына ауысады. Бірақ 1997 жылдың тамызында нашар жұмыс істеген үшін жұмыстан босатылып, Пенсильвания штатындағы Аллентаун қаласындағы Либерти медбикелік және оңалту орталығына ауысады. Жылдар өткен сайын оның қарызы көбейіп кетеді. Бұл алимент төлей алмағандықтан болады. Келесі 2 жыл ішінде Каллен 3 ауруханада жұмыс жасайды. Аллентаун қаласындағы Сент-Барнабас ауруханасындағы әріптесі қоқыс жәшігінен пайдаланылмаған дәрі-дәрмекті тауып алғанша, ол өлтіруші болды деген күдік болған жоқ еді. Кейін ол күдікті деп саналды. Өйткені дәрі-дәрмектің рекреациялық мақсатта қолданылуы аурухана тізімінен тыс болып шығады. Калленнің ұры екені анықталып, 2002 жылдың маусымында жұмыстан босатылады. Калленнің бақылауында болған көптеген медбикелер қылмыстық тергеуде куәгер ретінде шақырылып, сот ісін бастайды. Ол өлімнің 50%-дан астамына қатысып, қолжетімді сағаттардың 20%-на ғана жұмыс істесе де, оған қатысты ешқандай тергеу жүргізілмеген және дәлелдемелердің болмауына байланысты 9 айдан кейін тергеу тоқтатылады. Содан кейін Каллен Нью-Джерси штатындағы Сомервиллдегі Сомерсет медициналық орталығының емдеу бөлімінде медбикелік жұмысқа орналасады. Ол расталған кісі өлтірулерінің көпшілігін сонда жасайды. 2003 жылы оның қылмыстық мінез-құлқы барған сайын айқын бола бастайды. Ол емделмеген науқастардың жазбаларын қарап, емделушілерге олар жазылмаған дәрілерді енгізетін. Сол жылдың шілдесінде ауруханада улану туралы ақпаратты аурухана директоры біліп, өлім періштесінің белсенді болған, артық дозалар қолданылғаны туралы хабарлама келеді. Қазан айына дейін Каллен көп адамды өлтіреді. 31 қазанда ол жұмысқа орналасу туралы өтінішінде өтірік айтқан үшін жұмыстан босатылады. Желтоқсанның 12-сінде Каллен биліктің 2 айға созылған тергеуінің нәтижесінде қамауға алынады. Оған құрметті адам Флориан Галлды өлтірді және Джин Кинханды өлтіруге оқталды деген айып тағылады. Каллен ешқашан қарсылық көрсетпейді және 2 айып бойынша кінәсін мойындап қана қоймай, бұрынғы ауруханадағы жұмысы кезінде тағы бірнеше кісі өлтіргенін мойындайды. 2004 жылдың сәуір-шілде айларында ол барлығы 29 кісі өлтіргенін мойындайды. Бірақ ол өзінің барлық өлтірулерін есіне түсіре алмайтынын айтады. Оның шын мәнінде көпті өлтіргені өте мүмкін. Кейбіреулер оның кісі өлтірулерінің жалпы саны 400-ден асады деп болжайды. Ол айыптау мен кінәсін мойындау туралы мәміле арқылы өлім жазасынан құтылады және қазіргі уақытта Нью-Джерси штатының Трентон қаласындағы түрмеде өмір бойына жазасын өтеп жатыр. Оның өлтіруі және оның ауруханадан ауруханаға ешбір күдік туғызбай ауысуы да ақш-тың ауруханаларға қатысты заң жүйесіне әсер етті. Өлім туралы хабарламаған үшін ауруханаларға жаза қатаңырақ бола бастады. Қызметкерлердің нашар жұмысы туралы хабарлаған ауруханалар енді құқықтық қорғау мүмкіндіктерін жақсарта бастады
және аурухана қызметкерлері тексеруден өтіп, саусақ іздерін тіркеуге міндетті болады. Кәдімгі өлім періштесі сияқты Гален науқастарды өзі жұмыс істейтін ауруханаларға бағыттайды. Оның құрбандарының көпшілігі 60 жастан төмен емес еді. Ол құрбандарын әдетте инсулинмен, дигоксинмен және эпинефринмен улау арқылы өлтірді. Жауап алу кезінде Гален өз құрбандарын кодтауға жол бермеу үшін өлтірді деп мәлімдейді. Бұл код сөзі ауруханада жүрек ұстамасына арналған термин еді. Ол сондай-ақ көптеген өлім періштелері сияқты құрбандарын азаптан арылту үшін өлтіргенін айтады.